Тойға барады, ішіп алып дедім, шықпай қалады дедім. Айқай бола ма дедім, болады дедім. Бір көшенің бойында 3 метр сайын 19 жерінен тесілген ғой. Әкімге барсам айтады, әлі бюджетті. Мен айттым, сіз тартып бермей қойыңыз дедім, тұрып аламай қойыңыз, тракторды бермей қойыңыз дедім, экскаваторға. Мен өзім істеймін, тоқ ұқсат беріңізші дедім. Жанмол рахметулла, назарыңызда. Қазір біз Бүргемдеміз. Мына көшеміз біздің тарихта болмаған шығар, 19 жерінен тесілген көше екен. Құбыры судың әр тесілген сайын мына үйлерге кіріп, ірге тастарын мүжіп жатыр екен. Сапасыз құбыр, сапасыз монтаж салдарынан жемқорлық көп бастысы себебі. Соның салдарынан тұрғындар зардап шегуде. Мына жерден де кетіп жатыр, қазылған көріп тұрмыз. Асфальттан асфальт қалмаған. 19 санай берсеңіздер болады. Мына жерде кетеді. Мына жерде кеткен. Бір көшенің бойы бәрі. Тротуарында кетіп бара жатыр осының кесірінен. Тротуарды көріп тұрмыз, басылып кеткен. Су тіпті жоғары қарай көтеріліп жатыр. Мінеки. Тұрғындар әкімге барыпты. Әкім біздің мәселені шешіп беріңіз. Мына үйлерінің қара, ірге тастарының бәрі мүжіліп, суланып, жарылып, қора қопсы үйлер қирайын деп тұр. Әкімнің жауабы 2 жыл. 2 жылсыз жасамаймыз депті. Қазір қаражат жоқ депті. Бірақ қаладана болмайтын бір сезондық гүл егуге миллиондар табылады. Алына халықтың үйлерін қорғап қалуға, сақтап қалуға ақша табылмай қалады екен. Бұл бір астары бар саясат па деп ойлаймын. Мына үйлер осылай мүжіліп құлап, сосын астанаға айтып, мына жақта үйлер құлап жатыр деп, солардан үйлерге, тұрғындарға жаңадан ақша бөлгізіп, солардың бір бөлігін жеп қалғыларыңыз келіп жатыр ма, жандостас? Түсінбей тұрмын мен сізді. Дәрхан Сатыбалды. Осындай бір жоспарларыңыз бар ма? Білеміз ғой, біз ана әр жыл сайын салт дәстүр болып қалған, көктемде су асып, топан су асып, ауылдарды шайып кететін. Оның бәрінің алдын алуға болады. Бәрінен де хабардарсыздар. Тілсіз жау ол өрт, ал су қашан қайықтан келетіні, қарғанша қай жақта жауғанын бәрін білесіздер. Бұны бір сіздер май шелпек ретінде жасап алғансыздар, үйлердің қирап, соларға бөлінген ақшадан әрқайсыңыз тойып алатын түрін жасаудың, жолын жасаудың. Енді қазір көріп тұрмыз, мына бір көшенің бойында, мына жақтан бастап 19 шұңқыр, мен ана жаңағы ортасынан ғана бастадым, ары қарай әлі талай бар. Әкім бәрін көріп біліп отыр, алайда экстремный жағдайларға бюджетте ақша қарастырылмапты. Кісілер көріп тұрмыз, жаңбыр болмаған, бірақ үйлеріне қарай судың кеткенін көріп тұрмыз. Гараждарына кіреді, басқасына кіреді, су солай басады. Я түсірдік. Мәслихат аппаратына келдік, хатшының машинасы тұр. Біздің беріп қойған жаңағы мәселе бойынша. Асан. Ауылда тұруға жарылып жатыр, үйімізге кіріп кетті су. Ешқайсысы ешнәрсе шешпейді. Болмаса болмайды деп айтсын, басқа жаққа алып жасасайды. Бейне және аудио жазылымыруде Жанмол рахметулла тағы ескертіп қойын. Бүргем ауылының тұрғындары өздеріңіз білетін шығарсыздар. Түсіндіріп берсеңіз мәселелерді. Ауылдың төмен қараған кімді білесіз ғой, жиеніңізді. Мәкенше Мантбек.
Ашмитов жүрді, айтыңыз. алшын Анау не кісі. дейді? Бұрын механик болып істеген. Баяғы анау сиыр жақтағы. Сиыр оражақ бір көмір елді мекен, ана курсовой поворот болды ғой, Мазаровқа, содан ары өтіп кеткенде ше. Көшеміз, ана баяғы Ақбұлақ бағдарламасы жүргізген браковый интервал сап кеткен, күніге көргеніміз мынау. Не ол? Неге сап кеткен? Су жарылып водоканал тартқан Ақбұлақ бағдарламасы. Бір көшенің бойында 3 метр сайын 19 жерінен тесілген ғой. Ол кісілер әкімдікке барыпты, Тасов 2 жылдан кейін ғана жасап береміз депті. Енді мен айтамын да, қаражатты қарастыратын ол кісі емес қой, сіздер ғой деймін да, сол сіздердің пікірлеріңізді білу керек. Жалпы проблемамен таныссыздар ма, таныс емессіздер ме? Мен бірінші естіп отырмын бұл жерде. 2 жыл болды ғой мәселемен қозғалып жүргенімізге. Әлі бір ақша бөлініпті бізге. Сонда не болды сонда? Кеше ғана істеп кетті. Ол қаулануында ол ең концевой жақ. Суды ашқаннан кейін енді любой нәрсе барып тіреледі ғой тупикке. Сосын давление шыдамайды да шлангын жарып жібере береді. Ашсай су, Қауланудан машинаға апарып алып келіп қояйықшы, көріңізші, өз көзіңізбен. Оны барып көреміз ғой, оны онда тұрған жер жоқ. Қазір бірінші мына жағдайдың обстановканы біліп алайық деп жатыр. жоқ, ашсай су, әңгіме жоқ, күнде келеді, жасайды. Бірақ күнде дәл сол жерлер қайттан жарыла береді. Оны кішкентай мынандай 20 сантиметр жөндеп кетеді да, оны толыққанды сол линияны ауыстыру керек та. Бұл кісілер өздеріңіз айтып өтсеңіздерші, алдында жаңағы 3 жылға дейін осы құбыр келгенге дейін өздеріңіз құбыр жүргізгенсіздер ғой. Барғанбыз, кімді қабыл? Әкімге барғанбыз, әкімге барсақ айтады, ояққа дейді, не бюджет әлі қаралған жоқ. Бюджет ақша. Қай жылдар бұл? Сосын кейін 2018-де өзіміз ауыл болып ақша жинадық. Үймей. Әкімге барсам айтады, әлі бюджетті. Мен айттым, сіз тартып бермей қойыңыз, тұрғаламай қойыңыз, тракторды бермей қойыңыз, экскаваторға. Мен өзім істейін, тоқ ұқсат беріңіз дедім. Бұрын қайықтан ішіп жүрмін деді. Бұрын дедім, экспедиция қазбады ғой өзіңіз Кентаудың тұрғынысыз. Әр жерлерді қазып шақты бар кезде, кәерде су бар, кәерде бір нәрсе іздейтін де қазба байлық бар. Сойыл қазып кеткен, сөйтіп залым кетіп кеткен. Кейіннен сарқады ғой, шақтын тапит етті. Тапит еткен екен болды, су қайқа барады уже, баратын жері жоқ. Қазған тұрғанның бәрінен, артизанның бәрінен су шықты. Содан ішіп отқанбыз. Кейіннен енді бала ғой енді, ішіне тастаған бастаған көзі жабылған. Сосын мен кірдік қой, мәкенді ертіп алып, жаңа ауылдың önünde ішіп қалды. Сөйтсем айтады, біз оны дейді, компрессормен тазалайық дейді. Сосын мен айттым, оны дедім, 60-70 жылдар қазған дедім. Уже 30-40 жыл болған дедім. Әлгі бұрынғының сөзі бар дедім, өзіңнен зор келсе, екі көзің тең келеді деген. Компрессормен 12-13 атмосферамен үресін дедім. Шіріп тұрған шуба бір жерінен тесіп шығады, сосын су басқа жиналмай кетеді, біз ол күйімізге зар боламыз дедім. Сосын мен айттым, біз ол күйімізге зар боламыз дедім. Онда деді, әкім ойланып отырып, оны деді, басына қояйық деді. Мастерлерін де шақырыңдар, бәрін шақырыңдар, қазір кесін. Қабыландым, сосын айтты да, әкім айтты, әкім. Оны деді, біз деді, басына қояйық деді. Сөйтіп ананы суды соған кашет етіп деді, сосын самотекқа үймей тартып берейік деді. Мен айттым, мақұл дедім, оған свет керек дедім, оған насос керек дедім, оған кашет етіп тұратын адам керек дедім. Онда деді, водовозбен тасиық деді. Інім дедім, сен водовозбен тасып бересің дедім. Бір күні водовоз шофыры тойға барады, ішіп алып дедім, шықпай қалады дедім. Айқай бола ма дедім, болады дедім. Водовоз бұзылады дедім, или водовозға күніге бензин керек дедім. Шофырға ақша төлеу керек дедім. Айнала берсе рұқсат берсін, өзім тартып аламын дедім. Ол кезде тартып алып водоканалдың бастығы. Батеке тасып ал деді, тартып ал деді. Міне отыр жігіттер. Үймей 50 мыңнан шығардық. Сөйтіп труба алдық, экскаваторды әкелдім, сөйтіп экскаватор айтты, 150 мыңға қазам деді. Сен круглый қылдап 100 мыңға қаз дедім. 3 күнде қазып та берді де кетті. Водоканалға бардым, дайын дедім, қазып қойдық дедім, трубаны әкелдік дедім. Енді құрып бер десем, ана Мұхтар дегенін білесің. Найман пенсияға кетті. Ол айтады, мен дейді, бармайын да шаш істемеймін деді, мен только задвижканы ашуға барам деді. Мен дедім, тартып дедім, задвижка қойсақ, ашуды мен өзім де білем дедім. Түркістаннан өзбектер жалдап алып келдім, 30 мың бердім, 20 мыңға задвижка алдық. Екі өзіне қазір кішкене жалғатты берді де кетті. Бардым Мұхтарға айттым, аш задвижканы дедім. Үймей өздері 2,5 мыңнан счетчик алып өздері қояды дедім. Кел, буламбыла дедім. Міне отыр, буламбылап кетті. 1,5 жыл іштік, інім. Бір жер жарылған жоқ. Соң Ақбұлақ бағдарламасы тартатын болды ғой, мен айттым, Ақбұлақ бағдарламасының керегі жоқ дедім. Әр жерден естідім ғой, жарылады деген. Макен жаңағы макен, сөзіңнің сенің. Ертең оны Ақбұлақ бағдарламасы тартпаған екен, асу жерін жасамайды.
технический жасамайды. Тартқызымнан деді, енді көресің көріп отыр. Мен не айттым дедім сізге. Мен жетіспестікпен тартқан дедім, ауылдағы 20 үйге мынадан жетіп тұрған дедім. Агросуғарбызда жетіп тұрған дедім. Ал енді Ақбұлақ Базарбекпен суғарайын дедім. Міне мұны. Қазір енді Уақыт өтті. Арада Ашсай су мекемесінің басшысы келді. Тұрғындар, маслихаттың төрағасы бірге бір мәмілеге келдік. Жаңағы Ашсай судың басшысы уәде берді. Бір 2 апта, 3 аптаның ішінде шамамен ешқандай бюрократиясыз ақша бөлінгенін күтпей өздерінің қаражаттарына, мына ауылдың тұрғындарына түсіністікпен қарап, қол ұштарын созатынын, мүмкіндігінше ауылдықтардың жағдайларын жасауға. Негізіне келсек, Ашсай су жаңағы құбырлар жүргізген деп ойлап қалуларыңыз мүмкін. Оны басқа фирма, мердігер қалай осы салып кеткен. Мен бар кезде тұрса ол, мен жоқ кезде су басса бассын, топан су деп кеткен болатын. Оны қабылдаған біздің әкімдік, депутат, алдыңғы депутаттар болатын. Соны қабылдаған оларды Алла жазасын берсін дейміз. Енді алдағы уақытта 2-3 апта дейді, 1 айдан кейін хабардар ететін боламын. Жаңағы ауылға барып тұрғындардың пікірін толыққанды естіп, тыңдап білетін боласыздар, мәселе шешілді, шешілмеді. Байланыста боламыз, Жануар Ахмет.